Баршаңызға сәлем. Бір ғасыр бұрын Сингапур кішкентай ауыл болатын. Кейін британдық колония болды. Ал екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жапондықтар басып алған еді. Бұл елде табиғи байлық көмірде, мұнайда, газда жоқ. Қазірдің өзінде тұщы суды, құмды басқа елден импорттайды. Алайда осы мәселелерге қарамастан, үшінші әлем елі небәрі 50 жылдың ішінде Азия жолбарыстарының біріне айналып, әлемдік экономикалық алпауыттардың біріне айналды. Бұл экономикалық ғажайыптың сыры неде? Басқа елдер Сингапурдан не үйренуі керек? Бүгінгі шығарылымда айтатын боламыз. 1826-1942 жылдар аралығында Сингапур Стрейт Сеттlemент құрамында Ұлыбританияның отары болды. Қолайлы географиялық орналасуы және икемді сауда саясаты қаланың дамуына әкелді. Апиын соғыстарынан кейін Қытайдың ашылуы және Суэц каналының салынуы Сингапурды оңтүстік-шығыс Азиядағы ең маңызды сауда орталықтарының біріне айналдырды. Егер 1825 жылы Сингапур колониялар арасындағы сауданың жалпы құнының 64,5%-ын құраса, 1864 жылы бұл үлес 71,3%-ға дейін өсті. Билік арзан жұмыс күшіне мұқтаж болғандықтан Қытай мен Үндістанның иммиграциясын қатты ынталандырды. Сондықтан көп ұзамай қытайлықтар көбейді. Егер 1830 жылы олар халықтың 39%-ын құраса, 1860 жылдың өзінде 63%-дан астамы болды. Осылайша 19 ғасырдың ортасына қарай Сингапурда қытайлық сауда буржуазиясы қалыптасып, елеулі экономикалық күшке айналды. Британдық Ост-Индия компаниясы әлеуметтік және әкімшілік мәселелерге назар аудармады, саудадан пайда табуға назар аударды. Суэц каналының ашылуы қаланың коммерциялық және стратегиялық маңызын одан әрі күшейтті. 1869-1879 жылдар аралығында Сингапурдың импорты 24 миллион малай долларына, ал экспорты 22 миллионға өсті. Малай әлемнің экономикалық орталықтарының біріне айналды. Дегенмен, сауда жетістіктеріне қарамастан, басқа салалардағы жағдай әлде қайда нашар болды. 1896 жылы халықтың басым бөлігі қорқынышты жағдайда өмір сүретіні анықталды. Өлім Гонконг пен Үндістанға қарағанда жоғары болды. Тұрғындар кедейліктен туындаған аурулардан зардап шекті. Жиіркенішті өмір сүру жағдайлары, антисанитариялық жағдайлар және апиынға тәуелділік Сингапурды өмір сүруге тамаша орынға айналдырған жоқ. Ал 1942 жылы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Сингапурды жапондар басып алды. Дұшпандық әрекетке күдікпен жергілікті Қытай халқының арасында жүйелі тазартулар басталды. Ресми статистикаға сәйкес қаза тапқандар саны 5000-нан аз. Сингапурдағы қытайлық қауымдастықтың айтуы бойынша 100 мыңға жуық. 1945 жылы 15 тамызда Жапония жеңілгеннен кейін Сингапурда хаос басталды. Билік жағдайды бақыламады. Тіпті британдықтардың келуімен де жағдай жақсармады. Барлық дерлік инфрақұрылым жойылды. Азық-түлік жетіспеді. Жұмыссыздық, азық-түлік бағасының қымбаттығы, заңсыздықтар орын алды. 1951 жылы Британ империясының құрамындағы өзін-өзін басқаратын мемлекеттік мәртебесіне ие болды. Ал 1960 жылы қала мемлекет Малайзияның құрамына кірді. Бірақ 1965 жылы тамызда ол бөлініп тәуелсіздік алды. Сингапур тәуелсіздік алған жылдары ел әлсіз дамыған. Жапон оккупациясынан кейін енді есін жинап, оңтүстік-шығыс Азияда орналасқан шағын мемлекет болды. Бірақ Азия жолбарысының біріне айналуының таңғажайып дамуын айтпастан бұрын, осы жолды бастаған адам Ли Куан Ю туралы айтпай кетпеске болмайды. Сонымен, Ли Куан Ю 1923 жылы 16 қыркүйекте дүниеге келген. 1945 жылы колледжді бітіргеннен кейін ол Ұлыбританияға кетті. Онда ол алдымен беделді Лондон экономика университетінде, содан кейін беделді Кембридж университетінде оқыды. Онда 2 қызыл диплом алды. Заң және экономика. Бұл оған мансаптық өсуге кепілдік берді. 1949 жылы Сингапурға оралып, жергілікті кәсіподақтарға кеңес беріп, заңгерлік кәсіппен айналысты. 1954 жылы ол Халықтық әрекет партиясы деген атпен белгілі социал-демократиялық партияны құрды. Сайлаудағы жеңістің нәтижесінде ол Сингапурдың бірінші премьер-министрі болды. Оның алдында Сингапурды оңтүстік-шығыс Азиядағы лайықты өмір сүру деңгейі бар экономикалық орталыққа айналдыру міндеті тұрды. Бұл оңай іс емес еді. Оған инвестиция қажет болды.
Ал жемқорлықтың шарықтау шегіне жеткен, кедейлік пен қылмыс синдикаттары гүлденген елге көптеген кәсіпкерлер инвестиция салғысы келмеді. Мұның бәрін ол қалай жеңе алды? Әрине, Сингапур сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендігімен танымал. Сондықтан алдымен соны қарастырайық. Ли Куан Ю пара алуды мемлекеттің басты мәселесі деп жариялап, оны барынша азайтуға тырысты. 1960 жылы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы заң енгізілді. Ол сыбайлас жемқорлықты тергеу үшін бюроның құрылуын анықтады. Жаза 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру және 100 000 Сингапур доллары көлемінде айыппұл салу болды. Сондай-ақ шенеуніктерді және олардың отбасын қол сұғылмаушылықтан айыру туралы шешім қабылданды. Тіпті бұл процеске бұқаралық ақпарат құралдары да тартылды. Әрбір сыбайлас жемқорлық дауы жарияланды. Бірақ алғашқы шаралардың бірі мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын қатты көтеру болды. Министрлер мен судьялардығы 100 000 долларға дейін көтерілді. Бірақ олардың күзетшілері де, жеке көліктері де болмаған. Полиция қызметкерлері мен төменгі шенеуніктер де лайықты жалақы алып, пара алуға азғырылмай, сонымен бірге жазалаудың қатаң жүйесін енгізді. Ең қызығы жалақының көтерілуі мемлекеттік салаға үздік мамандардың ауысуына себеп болды. Осылайша экономиканың өсуі басталды. Шындығында бүкіл мемлекеттік аппарат түрмеге түсуден емес, жұмыссыз қалудан қорықты. Сыбайлас жемқорлықты тергеу бюросы шексіз мүмкіндіктерге ие. Оның агенттері шенеуніктердің өздерінің ғана емес, олардың отбасыларының, тіпті достарының да банк шоттарын, мүлкін тексеру құқығына ие болды. Егер кеңсе қызметкері өз мүмкіндігінен артық ақша жұмсап жатса, бюро жоғарыдан бұйрықты күтпей-ақ автоматты түрде тергеуді бастайды. Ли Куан тіпті өзінің достарында аямады. Лидің 1950 жылдардағы досы, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау министрі Ди Тун Бун мердігерлерден үй алып, отбасын Индонезияға ақылы сапарға апарған үшін сотталды. Тағы бір досы, ұлттық даму министрі Тэ Чин Ван құрылыс салушыларға қоғамдық жер телімдерін берген үшін 800 000 доллар қолма-қол ақша алған. Және жемқорлық бюросы тергеу амалдарын бастаған кезде өз-өзіне қол жұмсады. Ли Куан Ю әрқашан бұл оның бүкіл саяси мансабындағы ең қиын сәт екенін айтты. Бірақ бұл әділ болды. Ал биліктің орта, төменгі деңгейінде және атқарушы билік тармақтарында кез келген шешім қабылдау талап етілетін барлық процедуралар қысқартылды. Ал шешім қабылданбаған жерде жемқорлық азаяды. Осылайша Сингапурдың жемқорлықпен күресуінен кейбір сабақ алуға болады. Біріншіден, сыбайлас жемқорлықты тергеу бюросы полициядан бөлек болуы керек, әсіресе полицияның өзі сыбайлас болса. Екіншіден, сыбайлас жемқорлық деңгейін төмен деңгейде ұстау үшін ынталандыру қажет. Бұл жағдайда мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы жоғары болса, сонда пара алуға азғыру болмайды. Үшіншіден, қандай мәртебе болса да, заң бәріне бірдей. Сингапур инвестиция үшін ең тартымды елдердің бірі. Бұл бірінші рет емес. Дүниежүзілік банктың бағалауы бойынша, ол тіркеуге де, бизнесті дамытуға да өте қолайлы жағдайлары бар ел ретінде аталды. Ол немен байланысты? Біріншіден, Сингапурда төмен салықтар. 320 000 доллардан асатын кез келген табысқа 22% салық салынады. Ал 22 000 доллардан төмен табысқа мүлде салық салынбайды. Бұған қоса, Сингапурда мұраға салынатын салық немесе капитал өсіміне салынатын салық жоқ. Екіншіден, саяси және экономикалық тұрақтылық. Үшіншіден, қауіпсіздік. Сингапур әлемдегі ең қауіпсіз қалалардың бірі. Төртіншіден, жемқорлықтың, жалпы парақорлықтың төмендігі экономиканың дамуына кедергі келтіретін факторлардың бірі. Бұл мәселемен күрес бекер болған жоқ. Бесіншіден, қолайлы географиялық жағдай. Мемлекет қазір экономикасы қарқынды дамып келе жатқан елдер шоғырланған. Оңтүстік шығыс Азияның қақ ортасында орналасқан. Ал барлық инвестициялардың басым бөлігі мыналарға бағытталды. Бірінші, порт құрылысы және кеме қатынасын дамыту. Өйткені жер жоқ, бірақ теңіз бар еді. Екінші, мемлекеттік әуе компаниясын құру және әуежай салу. Үшінші, телекоммуникациялар. Төртінші, 1965 жылы Сингапур қараңғы кедей аудандар болғандықтан көп инвестиция азаматтық құрылысты дамытуға бағытталды. Нәтиже көп күттірмеді. Бүгін Сингапурда порт және жүк терминалы әлемдегі ең үлкен және ең көп жүктелгендердің бірі болып табылады. Әуежай жолаушылар тасымалы бойынша әлемдегі ең ірі болып табылады.
Сондай-ақ Сингапур Чанги әуежайы 7 жыл қатарынан әлемдегі ең үздік әуежай деп танылды. Ал Сингапур Airlines мемлекеттік авиакомпаниясы әлемдегі топ авиакомпаниялардың бірі және 5 жұлдызды бірнеше әуе тасымалдаушылардың бірі болып табылады. 10 жыл ішінде Сингапурдағы барлық үй-жайлар бұзылып, олардың орнына зәулім ғимараттар бар, заманауи тұрғын үй аудандары бой көтеріп, жергілікті тұрғындар қоныстанды. Елдің жалпы ішкі өнімі жан басына шаққанда 1965 жылы $560 құраса, қазір ол $67,000. Экономиканың дамуы мен нығаюы үшін қарқынды дамып келе жатқан мемлекетте тапшылығы барған сайын сезіліп келе жатқан білікті жұмысшылар қажет екені сөзсіз. Ол үшін біріншіден болашақ мамандарды өз ісіне дайындайтын оқу базасын жасау керек. Сингапур тәуелсіздік алғаннан кейін білім беруді дамытудың 5 жылдық бағдарламасын қабылдады. Жалпыға бірдей және тегін бастауыш білім беру жүйесін құруға басымдық берілді. Осылайша 1959-66 жылдар аралығында 83 мектеп салынды. Бұл 7 жылда ай сайын шамамен бір мектеп шағын мемлекет үшін өте жақсы көрсеткіш. Тиімділікті арттыру мақсатында жаңа білім беру жүйесі әзірленді. Ол желілік оқытуды қарастырды, яғни балалардың қабілетіне қарай білім баспалдағымен жоғары көтерілуге мүмкіндік берді. Мұғалімдердің әлеуметтік мәртебесі көтерілді. Білім министрлігі икемді саясат жүргізіп, мектептердің пікірімен санаса бастады. Нәтижелері өте әсерлі болды. 1984 жылы оқушылардың 90% имтихандарды сәтті тапсырды. 1986 жылы 1%-дан азы толық 10 жылдық білім алмай мектепті тастап кеткен. 1990 жылдарға қарай білім беру жүйесі тамаша нәтижелер берді. Жас сингапурлықтар математика және жаратылыстану пәндері бойынша халықаралық сынақтарда жоғары балл жинады. Біреулер Сингапурды әлемдегі ең кішкентай елдердің бірі және басқару оңайырақ, немесе олардың лайықты көшбасшысы болды деп айтады. Бұл табысқа жетудің көптеген себептері болуы мүмкін. Бірақ ең бастысы нәтиже. Және бұл керемет. Сингапурдың болашағы кез келген басқа ел сияқты белгісіздікке толы. Ол қанша мәселені шешуі керек және ол сәтті болып қала ма? Ал сіздер достар, қолдан жасалған әлем кереметтерінің бірі Суэц каналы үшін болған қарулы қақтығыстар туралы естіп педіңіздер, және әлем экономикасына Мысырда орналасқан бұл каналдың қаншалықты маңызды екенін көрмеген болсаңыздар, мына сілтеме арқылы өтіп тамашаласаңыздар болады.